Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін іштегі майды қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сырт келбеттің жарасымды, сымға тартылғандай сұлу болған барлық жан қалайды. Әсіресе бойжеткендер сұлу мүсінін сақтап қалу үшін түрлі жаттығулар, диета мен өзге де әдіс-тәсілдерді пайдаланып жатады. Осы орайда іштегі майды кетіруге арналған аз кем кеңесімді айта кеткенді жөн санап отырмын. Ең бірінші, таза су ішіңіз. Адам күніне 1,5 литр су ішуі тиіс. Әсіресе таңертең, сондай-ақ тамақтанар алдында бір шыны су ішкен аса пайдалы. Ал тамақтанғаннан кейін су ішу іште артық майдың пайда болуына сеп болады. Жеміс-жидектер жеу. Көкөніс, дәнді дақылдар мен жеміс-жидектерді жеу іштегі артық майды кетірудің бірден бір жолы. Мұндай азықтармен тамақтанғанда көп уақытқа дейін қарны ашпайтын болады. Бүкірейіп жүрмеу. Көбіне бүкірейіп жүретін адамдардың арқа омыртқасы мен сүйектері зақымданып қана қоймай, ішіне майда жиналады екен. Сонымен қатар денені тік ұстап жүру керек. Тіпті тамақтанғанда да бүкіреймей тамақтанған дұрыс. Ішімдік ішпеу. Сыра ішке май жинаудың бірден бір себепкері. Тіпті сырасыз өмір сүре алмайтын болсаңыз, онда ішер алдында бір шыны су ішіп алыңыз. Сонда ішке майдың жиналмауына аз да болса да себеп болады. Темекіден бас тарту. Темекі шегетін адамның іші мен бүйіріне май жиналады. Темекіні тастасам семіріп кетемін деген жаңсақ пікір. Сонымен қатар ішті тартып жүру. Ішіңізді тартып жүріп те артық майдан арылуға болады. Күн сайын ішіңізді тартып жүрсеңіз, қалыпқа келе бастайды. Бірақ қатты ауырсынуға дейін жеткізбеңіз. Жаттығулар жасау. Түрлі жаттығулар жасау арқылы да іштегі майды кетіруге болады. Ондай жаттығулардың сан түрі бар. Дұрыс тамақтану. Ішке май жинаудың бірден бір дұрыс жолы ол дұрыс тамақтану. Көмірсулар, ашытқы, нан, тоқаш өнімдері іштегі майдың көбеюіне әсер етеді. Сондықтан да мұндай тағамдардан бір аптадан бастап бір айға дейін бас тарта тұрған дұрыс. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.